Так, Мираб Азарқұловна, сіз өзіңіз негізі презентацияңызды сөндірсеңіз. Келесі дайындалатын Мұғалжар ауданы Қандыағаш қаласының Қарлығаш бөбекжай бақшасының тәрбиешісі дайындалып отырсын, Әсел Мұратовна. Мен мектепке дейінгі мекемелерді қорытындылаймыз. Так, бастап ашылып жатыр, үлкен экраныңызға не шықты. Сначала қойыңызшы. Полный экранға көрсетіңіз, сосын неңізді бастай беріңіз. Негіз жалпы көрсетіліп тұр, слайдыңыз. Жүргізіп отырып көрсетіңіз онда, е? Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Мен Шаңырақ шағын орталығынан келіп отырмын. Аты-жөнім Қазақстан Республикасының мектепке дейінгі ұйымдағы STEM технологиясы туралы істермен бөлісемін. Жалпы бұл STEM технологиясы білім берудің маңызы зор. Білім беру жүйесінде бәсекеге елдер, қабілетті елдер қатарында болу үшін білім беруді әділет етуіміз қажет. STEM аббревиатурасын алғаш рет ақш бактериологы Колвин 1990 жылдары ұсынды. Бірақ бұл ұғым тек 2000 жылдарда ғана қолданыла бастады. STEM дегенді қалай түсінеміз, яғни бұл ағылшын тілінен аударғанда Science ғылым, технологиялар, инженерия, арт, өнер, шығармашылық және математика. Ғылым, технологиялар, робототехника, инженерия деп бөлуге болады. STEM білім беру жүйесі балалардың танымдық зияткерлік қабілетін дамыта отырып, ғылыми технологиялық шығармашылықтарға бағыттайды. STEM оқытудың біріктірілген тәсілі ол 6 білім беру модулін тұрады. Сіздерге көрініп отыр ма? 6 білім беру модулі. Бірінші Фрейдельсия жиынтығы, екінші робототехника, екінші эксперимент, үшінші робототехника, төртінші лего конструктор, бесінші математика, алтыншы мультистудия. Фрейдель сыйы жиынтығында балалар қарапайым заттардан тәжірибе жасап үйренеді, танымдық қабілеттері артады, қабылдау, ойлау, сөйлеу, зейін, есте сақтауды дамытады, сенсорлық дағдылары дамиды. Эксперимент білім беру модулінде тірі және өлі табиғатты зерттеу арқылы табиғат құбылыстары жөнінде қарапайым түсініктері қалыптасады. Экологиялық көзқарастары кеңейеді, тәжірибелер жасау және алған нәтижеден тұжырым шығаруға үйренеді. Мына жерде ата-аналармен жұмыстада мысалға өлі және тірі табиғат туралы және зиянды, зиянсыз тағамдарды зерттеп, жалпы зерттеу жұмыстарын қоршаған ортамен байланыстырады, балалар соны қызығушылығы артады, зиянды және пайдалы тағамдарды зерттеп, қайсысы зиянды, қайсысы пайдалы екенін ата-аналармен бірге отырып қызықты уақыт өткізеді және өздері ақпарат алады. Келесі робототехникада мысалға білім беру модулінде робототехникалық құрылғыларды игереді. Құрастыру арқылы қозғалыс, қашықтық, температура деген сөздерді ұғынады. Өз беттерінше роботтар жасауға үйренеді. Және де робот тышқандарды қозғалта отырып, алға, артқа, жанға деген, яғни кеңістікті бағдарлауды, сол ұғымдарды меңгере отырып, кеңістікті бағдарлауды үйренеді. Робот тышқанды өздері жүргізіп, техникалық құралдармен қолдануды меңгереді. Лего конструкторлар білім беру модулінде логикалық ойлау қабілеттері дамиды, шығармашылық деңгейлері артады балалардың. Мысалға, олар ұжымдық жұмыстарда балалар ғимараттар тұрғызып үйренуі мүмкін, не болмаса өз беттерінше әртүрлі заттарды бейнесін құрастырып жасайды, үлгіге қарап немесе өздері де өз беттерінше құрастырып үйренеді. Жалпы
STEM технологиясы балабақшадан бастау алып, мектепке қарай балаларды дайындауға өзінің үлкен көмегі септігі бар. Балабақшаларда бұл STEM технологиясы қазір кеңінен қолданылып жүр. Және мультипликациялық әдіс бар. Мультипликациялық әдісте балалар мысалға мультфильм жасауды, жандандыруды, бірінші бейнесін жасап, одан кейін жазық түсінді қуыршақтар дейміз, немесе оны жандандыруға болады әртүрлі мультипликациялық студияда мысалға балаларды осындай шығармашылыққа баулуға болады. Жалпы STEM білім беру жүйесі балалардың танымдық зияткерлік қабілетін дамыта отырып, ғылыми техникалық шығармашылыққа бағыттайды. Назарларыңызға рахмет. Көп рахмет. Ботагөз Қуандыковна, STEM білім беру жүйесі балабақшада қалай қолдану керек туралы өз іс тәжірибеңізбен бөлістіңіз. Әріптестеріміз өздерінің іс тәжірибесіне қолдануға мағлұматтар алды деген ойдамыз. Біз әрі қарай жалғастырамыз. Осы мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының үшін соңғы тақырып жеке тұлғаны қалыптастырудағы шешуші фактор тәрбие деп аталады. Әсел Мұратовна, сөз кезегі өзіңізге береміз. Ботагөз Қуандыковна, демонстрацияңызды сөндірсеңіз. Әсел Мұратовнаға қосылуға мүмкіндік берейік. Әсел Мұратовна. Қазір қосылды. Келесі адам қосыла берсінші, таба алмай тұрмын. Жақсы, рахмет. Ондай біз әрі қарай жалғастырамыз. Келесі сөз кезегі қосымша білім беру мекемелері үшін қалалық оқушылар сарайы қосымша білім беру педагогы Гүлнар Асылханова сөз кезегі беріледі. Дарынды балаларды анықтау және тәрбиелеу процесін жетілдіру тақырыбында сөз қозғайды. Гүлнар Асылханова. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Естіліп тұр ма? Естіліп тұр. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Демонстрация жоқ, дайындаған жоқпын. Неге чатқа жіберем? Уақыт алмай қойық. Аты жөнім Асылханова Гүлнар Асылханова, қалалық оқушылар сарайының қосымша білім беру педагогымын. Мамандығым қобызшы. Енді менің бүгінгі баяндамам өзімнің мамандығыма қарай ыңғайланып тұр. Менің бүгінгі конференцияға дайындаған тақырыбым дарынды балаларды анықтау және тәрбиелеу процесін жетілдіру. Құрметті әріптестер, ұстаздар қауымы, қазіргі білім беру жүйесінің басты міндеті әрбір баланың қабілетін ашу, оны дұрыс бағыттап, қоғамға бейімделген жан-жақты тұлға қалыптастыру. Осы міндетті жүзеге асыруда дарынды балаларды анықтау және тәрбиелеу процесін жетілдіру ерекше орын алады. Дарынды балалар еліміздің интеллектуалды әрі мәдени болашағы. Сондықтан да оларды қолдау, дамыту және шығармашылық әлеуетін ашу педагогикалық қауымның, яғни біздің негізгі бағытымыз болып табылады. Дарынды балаларды анықтау. Дарындылық әртүрлі салада көрінеді. Мысалы, ғылымда, өнерде, музыкада, көшбасшылықта дейміз. Менің қалалық оқушылар сарайындағы тәжірибемде қобыз сыныбы, яғни класы,
оқушылардың музыкадағы дарын айқындаудың негізгі алаңы болып отыр. Себебі сабақ үстіндегі оқушының шығарманы тез меңгеруі, әуенге ерекше сезімталдығы, сахна мәдениеті оқушының дарынды екенін көрсететін басты белгілер болып табылады. Дарынды балаларды тәрбиелеу процесін жетілдіруді мен 4 бөлікке бөліп қойдым, бөлімге. Бірінші, шығармашылық орта құру. Әр бала өзін еркін сезініп, өнерін көрсетуге мүмкіндік алуы тиіс. Қобыз сыныбында балаларға шығарманы өз мәнерімен орындауға еркіндік беремін. Бұл олардың шығармашылығын шыңдайды. Әріптестеріміз сөйлеп жатқанын әріптестерімізге кедергі келтірмейміз. Нелеріңізді, микрофондарыңызды өшіріп қойыңыздар. Екінші бөлімді мен инклюзивті бағыт дедім, себебі дарынды балаларды тәрбиелеу процесінде барлық балаға тең мүмкіндік жасалу керек. Осы мақсатта мен Балдәурен республикалық инклюзивті балаларға арналған байқауын ұйымдастырып жүрмін дәстүрлі түрде. Бұл байқау ерекше балалардың да сахнаға өнерін көрсетуіне, өз дарынын дәлелдеуге мүмкіндік береді. Инклюзивті бағыт қазіргі педагогиканың басты трендіне айналып отырғаны белгілі. Үшінші бөліміміз педагогикалық тәжірибе алмасу. Дарынды балалармен жұмыс істеу барысында мұғалім үнемі дамып, жаңа әдістерді меңгеруі тиіс. Менің республикалық деңгейдегі педагогикалық пікірталастарға қатысуым және бұндай пікірталастарды ұйымдастыруым, қазіргі міне отырған өзіміздің семинарлар кәсіби біліктілікті арттырып, алған тәжірибемізді оқушылармен жұмыста қолдануға жол ашады. Одан кейін ұлттық мәдениетке сүйену. Музыкалық дарындылықты дамытуда ұлттық аспаптардың рөлі ерекше. Оның аржағында қобыз үйрену арқылы балалар тек музыкалық қабілетін ғана емес, ұлттық мәдениетке деген сүйіспеншілігінде қалыптастырады. Бұл рухани тәрбие және шығармашылық дамудың тоғысқан тұсы десек болады. Ал енді қазіргі трендтер мен даму векторларына тоқталатын болсақ, цифрландыру. Енді біздің мамандығымызға қарай цифрландыруды біз былай айтамыз. Мысалы, ауылдық жерлерде педагогтар балаларын байқауларға қатысырғысы келсе, көбінесе қаражат жағы, болмаса уақыт жағы деген сияқты жұмыс барысымен үлкен жоғарғы деңгейдегі халықаралық республикалық деңгейдегі конкурстарға қатысу қиын. Сондықтан да бұл жерде цифрландыру онлайн байқаулар. Яғни олардың қашықтықтан қатысу мүмкіндіктері оларға өте тиімді мүмкіндік. Екінші, инклюзивті ерекше балалардың шығармашылығын қолдау. Жаңа өзіміз жоғарыда айтып өткендей, байқаулар ұйымдастыру және байқауларға қатыстыру. Пән аралық интеграция, музыка мен тарихты, өнер мен технологияны байланыстыру. Ұлттық өнерді дәріптеу, қазақтың қобыз өнерін жас ұрпаққа үйрету. Одан кейін педагогикалық ынтымақтастық, пікірталастар, семинарлар арқылы тәжірибе алмасу. Енді бағдарлама баяндамамды қорытындылай келе, дарынды балаларды анықтау мен тәрбиелеу жүйелі еңбекті қажет ететін маңызды процесс болып табылады. Ал оның табысты болуы үшін біріншіден оқушының ерте кезеңнен қабілетін айқындауымыз керек, шығармашылық орта олар үшін қалыптастыруымыз керек. Үшіншіден, инклюзивті білім беру мүмкіндіктерін кеңейтуіміз керек, ұлттық мәдениетке сүйенуіміз керек, педагогтардың кәсіби дамуын қамтамасыз етуіміз қажет. Одан кейін менің қалаушылар сарайындағы қобыз сыныбындағы жұмысым, Балдәурен республикалық инклюзивті балалар байқауын ұйымдастыруым және педагогикалық пікірталастар ұйымдастыруым осы қағидалардың нақты өмірде іске асырып жатқанымды көрсетеді. Дарынды балаларды қолдау ел болашағына салынған ең үлкен инвестиция деп бүгінгі бағдарламамды аяқтаймын. Назарларыңызға рахмет. Нұрасылханна, сізге де көп рахмет. Рахмет сізге де көп. Қосымша білім беру мекемесі тек қана балаларды өнерге, шығармашылыққа баулайтын мекеме, сонымен қатар олардың да осы жалпы пәндермен бір-бірімен байланысты екендігін көрсетіп өте жақсы айтып өттіңіз. Біз әрі қарай жалғастырайық. Әсел Мұратовна, дайын болсаңыз, сізді іс тәжірибеңізбен бөлісуге шақырамыз. Презентацияңызды қоссаңыз. Көрініп тұр ма? Экранға шықты презентацияңыз. Жалғастыра берсеңіз болады. Саламатсыздар ма, әріптестер? Менің тақырыбым
Жеке тұлғаны қалыптастырудағы шешуші фактор тәрбие. Мақсаты тәрбиелеу процесінің сапасын арттырудың перспективалық тәжірибесін дамыту. Еліміздің болашағы бүгінгі бүлдіршіндердің қолында. Бала қай қоғамда да ең басты құндылық. Бала бойындағы адами қасиеттердің қалыптасуы, тұлға ретінде дамуы ең алдымен алған тәрбиесіне тікелей байланысты. Әсіресе балабақша кезеңінде берілетін тәрбие өмірлік іргетас іспетті. Ұлы Абай адамның адамшылығы жақсы ұстаздан деген демек, тәрбие тұлға дамуының шешуші факторы ғана емес, оның болашақтағы бағыт бағдарын айқындайтын негізгі күш. Тәрбие мақсатты жүйелі саналы түрде жүргізілетін ықпал. Ол баланың құндылық бағдарын, әдептілік, мейірімділік, сыйластық қасиеттерін, еңбекқорлық, жауапкершілігін қалыптастырады. Балабақшада тәрбие беру тек білім үйретуге емес, ең алдымен дұрыс мінез құлық қалыптастыру, қарым-қатынас мәдениетіне баулу, ұлттық дәстүрлерді сіңіру. Бала өмірге келгеннен бастап қоршаған ортадан үйренеді, ал балабақшада ол құрдастарымен қарым-қатынас орнатады. Әртүрлі ойындар арқылы ойлау қабілетін дамытады. Тәртіп ережелерін меңгереді, эмоциясын дұрыс жеткізуді үйренеді. Мысалы, топ ішінде сәлемдесу дәстүрін қалыптастыру балада сыйластық, достық сезімін оятады. Осы орайда ұлттық монополия ойыны тиімді. Мақсаты балалардың қаржылық сауаттылығын арттыру, қазақ халқының мәдениеті, тарихы, табиғаты мен қалалары туралы білімін кеңейту және стратегиялық ойлау мен жауапкершілік дағдыларын дамыту болып табылады. Ойын шарты бойынша ойыншымен 4-8 немесе топпен ойнауға болады. Сұрақтар, салт дәстүрі, құндылықтар, қазақтың мәдениеті тағы да басқа байланысты болады. Сұраққа дұрыс жауап беріп, ақша ұтып алады. Соңында ең көп жинаған бала жеңімпаз атанады. Келесі ойын жақсы іс жарыс деп аталады. Мақсаты жақсылық жасауға ынталандыру, өту барысы әр бала апта бойы жасаған жақсы істерін сурет немесе әңгіме арқылы жеткізеді. Апта соңында жақсылық жұлдызы марапаты беріледі. Жауапкершілік пен ізгілік дағдысын қалыптастырады. Тәрбиешінің әрбір сөзі, іс-әрекеті, тіпті көзқарасы да балаға үлгі. Сол себепті ұстаз әр сәтте өзіндік мәдениетімен, жылы қарым-қатынасымен, әділдігімен ерекшеленуі тиіс. Мейірім мен талапты қатар ұстанған тәрбиенің нәтижесінде бала бойында сенім, жауапкершілік, қайырымдылық және өзіне деген құрмет қалыптасады. Бұл ойын осы орайда ұтымды себебі балалар жақсылыққа жете береді. Тәрбие бере отырып, баланың әлеуметтік танымдық дағдылары дамиды. Тәжірибемізде осы бағытта ою түрлерімен таныстыра отырып, ойындар жүргізу тиімді екені анықталды. Қазіргі кезде ою түрлері өте көп. Соған орай балаға бұл қазақ елінің басты нышаны екендігіне осы жастан бастап үйреткен дұрыс деп есептеймін. Мысалы, сыңарын тап ойынында көріп тұрғандай оюлар берілген. Соған баланы қыстырғышта тұрған оюлардың ішінен сәйкес келетінін анықтау қажет. Және берілген оюлардың атауын атап шығады. Қорытындылай келе, тәрбие жеке тұлғаның қалыптасуындағы ең маңызды шешуші фактор. Ал сол тәрбиенің алтын қазығы мейірімді жүрек пен шынайы қамқорлық. Балабақша ұстазы үшін бұл тек мамандық емес, болашаққа жол сілтер асыл міндет. Жеке тұлға бір күнде қалыптаспайды. Оның бойындағы ізгі қасиеттерді дамыту үшін тәрбие үздіксіз, жүйелі және мақсатты жүргізілуі тиіс. Балабақшадағы әрбір күн баланың болашағына қосылған кірпіш. Егер біз бүгін бүлдіршіндерімізге мейіріммен, сүйіспеншілікпен, ұлттық рухпен тәрбие берсек, ертең саналы, отансүйгіш, парасатты азамат өсіреміз. Тыңдағандарыңызға рахмет. Рахмет Әсел Мұратовна. Осы жеке тұлғаны қалыптастырудағы шешуші факторлер тәрбие екендігі туралы тағы да көзімізді жеткіздіңіз. Осымен мектепке дейінгі ұйымдар бағытындағы баяндамаларымыз аяқталды. Осы
конференция барысында тағы бір қосымша білім беру саласы бойынша әріптесіміз өз іс тәжірибесімен бөліскесі келіп отыр екен. Домбыра үйренуде технология арқылы ұлттық құндылықты сақтау әдістері бойынша қалалық оқушылар сарайының қосымша білім беру педагогы Жанар Жалеловна сөз қозғайтын болады. Жанар Жалеловна, сөз кезегі өзіңізде. Әріптестер, кері байланысқа шықсаңыздар. Құрметті әріптестер, бағдарлама бойынша өздерінің ұсыныстарын берген әріптестеріміз конференция барысында өз іс тәжірибесімен бөліспей қалғандары бар, мана хабарлап айтқан. Сол кісілер чатта болса қосылсаңыздар. Менің бөлісетін іс тәжірибем бар еді, уақытымның реті келмей қалып қосыла алмадым деп ұсыныс айтатын әріптестеріміз бар ма екен? Жанар Жалеловна, Қайрат Мақсутович, мана слайдыңыз ашылмай қалып еді, қайтадан қосыласыз ба? Іңкәр Жайыққызы, жасанды интеллекттің олимпиадалық білім берудегі рөлі деген тақырыпта ана қосыла алмадыңыз. Әріптестерімізде кері байланыс жоқ сияқты. Сондықтан бүгінгі конференциямызды қорытындылауға рұқсат етіңіздер. Құрметті әріптестер, бүгінгі конференциямыз білім беру саласындағы маңызды өзекті мәселелерді талқылап, болашаққа бағыт бағдар сілтейтін құнды алаң болды деп ойлаймын. Біз олимпиадалық қозғалыстың даму бағыттарын, заманауи трендтерін және технологиялық прогрестің, әсіресе жасанды интеллекттің мүмкіндіктерін жан-жақты қарастырдық бүгінгі конференцияда. Бүгінгі талқыланған өзекті мәселелердің бірі жасанды интеллекті тиімді пайдалану болды. Бұл жасанды интеллект, өздеріңіз білесіздер, құрал ғана емес, бұл біздің әдістерімізді, оқыту тәсілдерімізді, дарынды балаларды анықтау мен дамыту механизмдерін түбегейлі өзгертетін қуатты ресурс екендігін. Енді алайда бұл технологияны осы өз іс тәжірибемізге енгізу біздің кәсіби парызымыз. Сонымен қатар олимпиадалық қозғалыс туралы сөз еттік. Бұл тек білім мен бәсекелестіктің ғана емес, сонымен қатар оқушыны тұлға ретінде қалыптастыру, зерттеуге, ізденіске деген ынтасын ояту, ел болашағына бейімделу процесі. Қазіргі таңда бұл қозғалыс жаңа деңгейге көтерілуде. Жалпы конференция бойынша қорытындылай келе, біз олимпиадалық қозғалысты жаңа деңгейге шығару үшін бірлесе жұмыс жасауымыз керек. Бұл тек дарынды балалардың ғана емес, бүкіл елдің зияткерлік әлеуетін дамыту жолындағы маңызды қадам. Ал жасанды интеллект дегеніміз біздің серіктесіміз, көмекшіміз, бірақ әрқашанда бұл ұстаз бен шәкірттің өз қолында деуге болады. Бүгінгі конференцияға қатысқан барлық әріптестерімізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Алдымызда ауқымды жұмыстар күтіп тұр. Осы бірлесе отырып, оны біз нәтижелі шеше алатынымызға сенім білдіремін. Құрметті әріптестер, бүгінгі конференцияға қатысушылар, сіздерді мына келе жатқан төл мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Сіздерді үлкен ізденіс пен еңбек жолында, жалпы олимпиадалық биіктерді бағындыру жолындағы жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Дарын иесін тану ұстаздың шеберлігі деп айтады. Ұстаздарға шәкірттерінің жетістігімен қуануға, ал оқушыларға білім бәйгесінде тек қана жеңіс тұғырынан көрінуіне тілектестігімді білдіремін. Баршаңызға рахмет. Бүгінгі алаңда қозғалған барлық тақырыптардың барлығы ұсыныстарыңыз біздің ұйымдастырушы комитетте өз құзыретіне алып, осы бағытта әлде жұмыстану және алдағы уақытта конференциялар осы тақырыпта тағы да сөз ету
үшін жұмыстанамыз деген ойдамыз. Баршаңызға рахмет. Тақырыптар күн тәртібіндегі өзекті мәселелердің бірі болды деген ойдамыз. Ал қазіргі таңда қатысушылар өздеріңіздің ұсыныстарыңыз немесе айтар ойларыңыз болса, ашық микрофонды ұсынуамын. Әріптестер артынан осы чатқа тек қана рахмет деп жазып жатыр екен. Көп рахмет деп. Кері байланыстарыңыз үшін рахмет. Баршаңызға сәттілік. Биылғы оқу жылдарыңыз ерекше есте қаларлық сәттермен өтсін деген ойдамыз. Дарынды балаларыңыз көп болсын деген тілек білдіреміз. Баршаңызға рахмет, сау болыңыздар.